Ал енді бүгінгі күннің жаңалығы Duty Free'дің туры. Не болып жатыр өзі? Мырза, қайшы гидті ұмытып кетуге болады? Сіз мүлде ерекше емессіз. Сол үшін де ұмытып кеттім сізді. Сізді автобусқа мініп кетті деп ойлаппын. Енді сіздердің дүкен аралауға бос уақыттарыңыз бар. Және сатып алуға арналған арнайы сатып алу жарнама қағазын ұмытпаңыздар. Шамамен бүгін сатып алмайтын заттарыңызды белгілеп жүресіздер. Мен мұндамын. Сіздер жабылғанша барлық нәрсе сатып ала аласыздар. Бір сағаттан кейін дәл осы жерге қайта жиналамыз. Сен ақыры келіпсің ғой. Ханшайымым. Ей! Ангонджу! Уанбинна өзінің атына толық сай келеді. Оның сұлулығы жарқын, ал фигурасы арман. Біз бір күнде жұмысқа кіргенбіз. Ол менің барлық жағынан жақсы келетін қарсыласым. Ол менің соңғы қалған үмітімнен де айырады. Мен бір-екі туристі ұмытып кеткенін естіп жүредім, бірақ гидті естімеппін. Маған бір нәрсе өте қызық. Киім сатып алуға қай жерге барасың өзі? Кейде анда, кейде мұнда, не болып қалып? Жай осындай киімді сататын дүкен бар екеніне сене алар емеспін. Сен осығанда ақша төледің ба? Маған жуынатын бөлмеге бару керек. Сен сондай қызықсың. Киімді қайдан алатында не шаруасы бар? Менде бәрі дұрыс. Өмірде сұлу қыздар өте көп. Жоқ, олай емес. Барлық әдем менен басқа. БТГ. Бас кейіпкер. Дұрыс. Өмірде мен сияқты қарапайым адам ешқашан бас кейіпкер бола алмайды. Бірақ мен өз өміріме ризамын. Барлық адам жарқырау үшін жаралмаған. Барлық адам комбина емес. Сенімділік. Жауап дұрыс. Егер өмірде бәрі оңай болғанда? Ой, кешіріңіз. Мен сізді байқамаппын. Ештеңе етпейді. Бұндай жағдай жиі болып тұрады. Отырыңыз. Мен қайда барсам да әрқашанда көрінбеспін. Барлық Duty Free'дің құпия ханшайым жасаушыларын тап. Сені трансформация күтуде. Тағы қандай трансформация? Біз робот емеспіз ғой? Сәлем.
Не болып қалды? Сен әпкелерді жақсы көресің ғой. Жақсы көрмеймін. Мен әдемілерін жақсы көрем. Ештеңе етпейді. Кешірім сұраймын. Менің балам өте жоқ, өте кішкентай дегім келген. Бәрі жақсы ма? Сізге шынымен медициналық көмек керек емес пе? Ештеңенің қажеті жоқ. Бұл жай ғана аздап жырылды ғой. Сізді ойындатқан болсам кешірім сұраймын. Жоқ, керісінше маған кешірім сұрау керек. Айтпақшы. Менімше, мынаны құлағында түсіріп алыңыз. Қаласаңыз өзіңізге алып қылсаңыз болады. Керемет ханшайым жасаушылар? Олар қазір өзіне жарнама жасап жатыр. Егер қаласаңыз, осыған анкета толтырсаңыз болады. Қызық естіледі. Неге өзіңіз қатыспайсыз? Немен ба? Жоқ, ешқашанда. Неге? Менде адамдарға мүмкіндік жоқ. Сұлу болғыңыз келмей ме? Әрбір соңында сәтсіздікпен аяқталатын нәрсені бастап не керегі бар? Өзімнің әлсіз жағымды білуім, ол менің мықты жағым. Кешірім сұраймын. Қазір бірнеше минутта болам. Маған кету керек. Сосын үшін рахмет. Көп рахмет. Сіз талон кітапшаңызды жоғалтып алдыңыз ба? Тіпті бір-екі зат сатып алып, жапсырғыштарын да алып едік. Егер сіз маған чекті берсеңіз, не істеуге болатынын көреміз. Ал қазірше жаңа талон кітапша алыңыз. Не болып қалды? Мынау несі? Ангонджу. Өтініш, аздап күте тұрыңызшы. Тұра тұрыңыз. Күте тұрыңыз. Не?
Мен қазір қабырғадан өттім бе? Біреу бар ма? Жоқ, енді не істеймін? Бұл жерде не істеп жатсыз? Мен білместен Сіз не? Адамсыз ба? Бұл жерге қалай кірдіңіз? Мен сізден сұрап тұрмын қалай кіргеніңізді. Мені кешіріңіз өтініш, мен кетейін деп жатқам енді. Сау болыңыз. Ол не айтқысы келді? Маған адамсың ба деп? Асығыс кетіп барасыз ғой. Сіз қазір менімен ойнап тұрсыз ба? Неге мені аңдып жүрсіз? Сіз қалайша жай кете салмақсыз? Маған кетуге мүмкіндік беріңіз. Мен иіссудың ақшасын төлеймін. Сіз ба? Қалай тұрсаңыз да сіз оған мүлде төлей алмайсыз. Не? Ол иіссу соншалықты қымбат па? Ол иіссуға 100 жыл болған. 100 жыл? Неге? Ондай бағалы зат мұнда тұр, мұражайда емес, а? Сіз шынымен де қайда екеніңізді білмейсіз бе? Әрине білмеймін. Не, мен өліп қалдым ба? Солай секілді. Мен өлдім. Артымнан жүр.
Кешіресіз. Іздеген адамыңыз менмін ба? Әлде мені басқа біреу деп ойлап қалдыңыздар ма? Менің атым кім өзі? Неге атыңызды менен сұрап тұрсыз? Қалайша атында білмейтін адамды өзіңізбен ертіп жүресіз? Білесіз бе, киноларда басқа адамдарды осылай алып кетіп жатады. Сол үшін тексеріп алыңыз. Неге тоқтап қалдыңыз? Сіз ең жарқын емессіз. Осыны түсінген боларсыз. Тезірек болыңыз. Кешіресіз, маған бір нәрсе өте қызық. Біз бұрын кездеспеген бедік. Олай ойламайым. Міне, мынаған қараңызшы. Мынау сізге қатты ұқсайды. Күткенімдей, адамдар ақымақ. Неге сырт келбет адамның ішкі дүниесін бірдей қылады деп ойлайды? Себебі адам қалай болса, солай көрінеді. Тіпті адамдар жақсы адамсыз деп айтады, түріңіз әдемі болған үшін. Адамдарға бір-бірін салыстыру неге керек? Одан да жаман мансапқорлар бар. Сыртқы келбетті ең маңызды нәрсе деп есептейтін. Міне осы адамдар бізді кетуге мәжбүрлеген. Тұра тұрыңызшы. Сіз шынымен де өлім періштесісіз ба? Мен сұлулық хатшысымын. Сізге не болып қалды? Мен айнаға қарағанды ұнатпаймын. Балет сыныбы. Құдайым-ау, мынаусы несі тағы? Мынау не болды өзі?
Мына айнаның әрбірі сіздің қатты есіңізге алғыңыз немесе ұмытқыңыз келген кездерді көрсетеді. Меніңше сіз ешқашан есіңізге алғыңыз келмейтін нәрсені көрдіңіз. Әдетте адамдар айнаға сұлу болу үшін қарайды. Бірақ мен өзіме қарасам, ешқандай жақсаруды сезбеймін. Қанша тырыссам да. Біз бірінші кездескен бір нәрселерді өмірде тек бір-ақ рет көресің, бірақ оны бір рет көре салсың, мен оны қайта-қайта кейіннен көргің келе береді. Бірінші барған жеріңіз, ол сізге қымбат жер, әрқашанда болғыңыз келетін жер. Ал енді қандай адам болып қалғыңыз келеді? Не айтсам, тілегімді орындайсыз ба? Мыналардың ішінен өзіңізге ұнағанын таңдаңыз. Маған бәрі ұнап тұр, не таңдасам екен? Мен ғашығымды тапқанда осыны сатып алғым келеді. Өзіңізге жігіт тапқыңыз келеді ма? Бұл керемет болушы еді, бірақ таңдаңыз, уақытым жоқ. Онда мынандай иіс бар ма? Ерекше, адамды басқаша әрі сұлу қылып жіберетін. Әрине бар. Онда мен соны таңдаймын. Оны жаңа сіз сындырдыңыз. Болуы мүмкін емес. Оның дайындалуына 100 жылдан көп уақыт кетеді. 100 жыл қайта туылу оңайырақ. Ендеше менде басқа адаммен кездесу жоқ, бірақ ұмытпаңыз. Бәрі сіз күткендей болмауы мүмкін. Сен мұнда не істеп отырсың? Мен сені дәретханада құлап қалдым ма десем? Неге қоңырауларға жауап бермейсің? Немене, мынау түс болды ма? Ей, мен тыңдап отырсың ба? Ей! Құдайым-ау, қандай иіс сумен қолданасың? Иіс су? Ұмытпаңыз. Бәрі сіз күткендей болмауы мүмкін. Бұл түс емес қой. Түрінен қарасаң жай қабырға. Қызық, мен қалай өтіп кеттім екен? Мен осындамын. Жақсы, осында келген екенмін, тілегім орындалды деп есептейік. Кім білсін, мүмкін мен шынымен де өзгеріп кететін шығармын. Мұнда біреу бар ма? Бір нәрсе іздедіңіз ба? Неге бұлай қарап тұрсыз? Бір түрлі екен. Кешірім сұраймын. Өтініш, бір нәрсе сұрасам, сіз шын адамсыз ба?
Сіз бірінші рет емессіз ғой мұнда, солай ма? Сізде сұлулық хатшысыз ба? Тасқаны қуаныштымын. Мен қарсымын. Сіз басыңыздан аяғыңызға шейін өзгергіңіз келеді. Мен қарсымын. Қалай білдіңіз? Мен бұл жерде 1000 жылдан бері өмір сүрем. Бірінші рет кездесіп тұрған жоқпын сіз секілді адамдармен. Бір қарағанның өзі жеткілікті түсіну үшін. Мен сізді адамдарға көмектеседі деп ойлаппын. Мен жай хатшы емеспін, түсінікті ма? Сөзіңізді аяқтасаңыз, кетсеңіз болады. Жарайды. Айтпақшы, сіз осындай жүкпен жүрген адамды кездестірмедіңіз бе? Біз чемодандарымызды ауыстырып алдық. Ендесе оны таба алмай жүрмін. Егер бір нәрсе іздеп жүрсеңіз, табылған заттар орнына барыңыз. Табылған заттар? Ол жерге қалай барсам болады? Бұл нағылған жер өзі баспалдықтан түсіп келе жатып та таба алмайтын. Кешіресіз. Мұнда біреу бар ма? Кім ол? Менің қолым бос емес. Хей, сіз жаңа ақпарат үстелінің алдында отырдыңыз ғой. Сізге не керек? Сіз айттыңыз ғой, осында кел деп. Мен ба? Чемодан. Менің келгенім чемоданнан маңызды емес. Неге тұрсыз? Артымнан жүріңіз. Жақсылап қараңыз, іздеңіз. Мен ба? Көріп тұрғаныңыздай бізде жұмыс қолы жетіспейді. Аздап болса да көмектессеңіз риза боламыз. Иә, әрине. Шүлдеген адам құдығын өзі қазу керек. Мынаның бәрі табылған заттар ма? Тура көне заттарды ақтарып жатқандаймын. Оны қашан жоғалтын дедіңіз? Бізде сақтау мерзімі 100 жыл. 100 жылдан кейін олар лақтырылады. 100 жыл? Мә, саған. Ал жақында келген не нәрсе бар? Алдыңызда қалпақ қорап, абайлаңыз. Міне осы үшін мен адамдармен жұмыс істегім келмейді. Бізге көмек керек. Ал сіз болсаңыз одан сайын шаштыңыз. Кешіріңіз, мен қазір бәрін жинаймын. Мынаны алып өзіңізді қалпыңызға келтіріңіз.
Керемет. Мен көзіме көрген киімге ауыстыра салдым. Ол маған жараспайды, 야, Мә, 대박. саған. Ол 진짜 сізге шынымен 어울리는데? жараспайды. Онда мен өзімнің киімімді кием. Мәселе көйлекте деп ойламаймын. Білем, сонда айту керек па? Білесіз бе? Одан да өзімнің көйлегімді киіп келем. Мынау не болды? Иә, мына менің мектептегі орным ғой. Мен сені саябақта күтем, Юан. Менен бұны күтпеген бе едің? Иә, Астап. Мен сені байқаймын. Сен ұнайсың. Маған. Мен сияқты адам ба? Сен мен үшін ең әдемісің. Сен менің қызым боласың ба? Иә. Ей, уақыт жаздың ба? 25 секунд. 25. Жолымнан қаш. Ол қандай жер? Бұнымен не айтқыңыз кеп тұр? Біз ол жерге табылған заттарды жинаймыз. Қалай, таптыңыз ба? Нені? Жоғалтқан уақытыңызды. Не айтып тұрсыз? Мен чемодан табуға келгем. Білесіз бе, сіз секілдінің талайын көргем. Қателік жасайсың, оны турлағың келеді. Әр кезде бір жағдай. Мүлде ештеңке өзгермейді. Сондай қызықсыз. Сіз адам болмаған соң түсінбейсіз. Олай айтпаңыз. Білесіз бе, өмірдің қаншалықты қиын екенін? Ештеңке өзің қалағандай болып жүрмейді. Барлығымыз соңғы күшпен өмір сүріп жатырмыз. Неге онда сіз ондай емессіз? Қалай сонда? Сіз басқа адамдар секілді емессіз. Сіз жай ғана беріле салдыңыз. Не, мен әдем болғысы келмейді дейсіз ба? Мен жай бұны білмеймін, қалай жүзеге асыру керек екенін. Жарайды.
Сіздің тілегіңізді орындаймын. Кеттік. Бірінші мынаны алып тастаймыз. Жаман емес. Қане қарай. Жоғары қарай. Міне осылай. Әдеттегіден қиынырақ болды, бірақ жаман емес. Қане, қараңыз. Мүмкін емес. Мына шынымен де менмін ба? Адамдарға әрқашан дәлел керек. Не, өзіңізді шымшып жатырсыз ба? Мен осындай нәрседен шаршап кеттім. Әрқашан осы бір нәрсе. Тыңдаңыз. Ол кетіп қалыпты. Алғыс білдіргім келген еді. Мынау не өзі? Не болып қалды? Жаңнан жылжы ма? Мен? Не болып жатыр өзі? Не болып жатыр? Неге олар мені қуып жатыр? Мен ештеңе істемедім ғой. Ей, мұнда біреу бар ма? Ашыңдаршы. Шулады доғарыңызда отырыңыз. Атыңыз. Не? Атыңыз. Гунджу. Ангунджу. Ангунджу? Сіз не, ханшайымсыз ба? Қандай ерекше ат? Айтпақшы, мені қандай себеппен ұстап отырсыздар? Демек осылай ойнамақшы екенсіз ғой. Не болып жатыр? Мен не бүлдіріп едім? Демек, мен сіздің естуіңізді төлеймін. Не істесеңіз де оған төлей алмайсыз. Оған 100 жыл болған. Маған оралудың қажеті жоқ еді. Мен естуді төлеп болмағанша осы жерде ұстайды ма? Мүмкіндік барда бәрін мойындаңыз. Маған адвокат керек. Меніңше сіз білмейтін секілдісіз, ол жақтың заңының бұл жерге жүрмейтінін. Бұл жерде қазір сізге айып тағылып жатыр. Айып тағылып жатыр? Ал шешімді кім шығарады? Әрине шеберлер. Шебер? Қалай тәтің барады? Естудің ақшасын төлейм. Кетуге рұқсат етіңізші.
Оны өлтіріңдер. Өтініш, маған көмектесіңіз. Не айтсаңыз да орындаймын. Бұны сізге ертерек ойлау керек еді. Жақсы, ұрлаған тақыншақтарды қайда құрттыңыз? Сіз бағалы заттарды ұрладың деп тұрсыз ба? Сіз ойнап тұрсыз ба? Мен жай иіс суды сындырдым, басқа ештеңе істемедім. Мен ешқандай бағалы зат ұрламадым. Сеніңізші өтініш. Қане тексерейік. Өтірік баршын ба? Тұрыңыз. Жақсы. Қане тексерейік. Мен бұл жерге бірінші рет кеп тұрмын. Сіздерде камера бар. Неге тексермейсіздер? Бұл тура камера жұмыс істемей тұрған уақытта болған. Болуы мүмкін емес. Сіз тура камералардың жөндеу уақытында пайда болдыңыз. Бұл не болуы мүмкін? Сіз бәрін алдын ала ұйымдастырғансыз. Сіздерде ешқандай дәлел жоқ, олардың бәрі істемей тұрған болса. Бұны сізге кім айтты? Мына камера ұрлық болған күнді түсірген. Сіз бағытыңызды өзгертіп, сосын ұрлық ұйымдастырғансыз. Әлі де мойындағыңыз келмейді ме? Я, мен бұл жерге 2 рет келдім. Себебі чемоданды басқа бір өткімен алмастырып алдым. Демек, ұрлаған затты сол чемоданға салғансыз. Жоқ, ол менің чемоданым емес. Сіз оны да ұрлап алдыңыз ба? Сіз барып тұрған қылмыскерсіз. Оқиға орнына қылмыскердің чемоданын алып келіңдер. Айтып тұрмын ғой, ол біртүрлі киінген адам. Мен ештеңке ұрламадым деймін. Я, ол мынау. Дәл өзі, осы ұрлады. Біз куәгерден жауап алдық. Осы қыз екеніне сенімсіз бе? Иә. Ұрлағанын өз көздеріммен көрдім. Мен ба? Бұлай айтуға қалайдатыңыз барады? Қалай болғанын айтып беріңізші? Шамамен кешкі 5 болатын. Мен өзімнің қызыма жүзік таңдап жатқан. Сондықтан не болғаны толық есімде. Бірдеңе іздедіңіз бе? Мынаны тастай салыңызшы. Кешіресіз? Міне, осылай болды. Тек, мына ертекке сеніп қалдым демеңізші, менімше бұған сенуге болады. Жақсы, мен оны ұрлаған болайын. Солай бола салсын. Сіз мойындап тұрсыз ба? Баста осылай істеу керек еді. Ұрланған зат қайда онда? Қайда? Қайда кеткен өзі? Ауаға ұшып кеткен бе? Есімде. Ол оны чемоданға салған. Я, оның ішінде әбден болуы мүмкін. Жақсы. Егер ұрланған зат соның ішінде болса, мен айыбымды мойындаймын. Чемоданды ашыңдар. Сырманың клубы. Мен білмеймін. Онда бұзыңдар. Абай болыңдар. Демек, бұны қайдан ұрлап алдыңыз? Мен оны ұрламадым. Айтқанымдай, біреудің чемоданын қателесіп алып кеттім. Соны ауыстырып алуға келгем. Мына чемодан шебердікі. Маған сусын алып берген жігіт.
Шебер ма? Сіз шебермен кездестіңіз бе? Иә. Сол үшін де мен осында кеп қалдым. Енді чемоданды алып шеберге кете берсем болатын шығар. Чемоданды аша салыспен кімнің қылмыскер екенін білетін боламыз. Бұл мен. Бағал затты мен ұрладым. Мен білгем сіз екеніңізді. Мен көрдім дегеніңізден ақ. Қылмыскерді қамаңдар. Артымнан жүр. Мүмкін кісенді шешерсіз? Сіз енді қайтасыз ба? Әрине. Мен бұл жерде қалғым келмейді. Сіз ұрлағаныңызды қайтаруыңыз керек. Тағы бастадыңыз ба? Менің жүрегім. Бұнасы нес? Неге ол бірден өзгеріп кетті? Мен бұрын бұндай қызды кездестірмеппін. Сіз менікі болуыңыз керек. Мен сізді қобалжытып жібердім ба? Бұл нағылған әзіліңіз? Керемет жұмыс. Бұл сізге қажет болады. Жоғалтып алмаңыз. Мен кеттім. Айтпақшы, чемодан. Ал мен шеберді қалай табам? Тұра тұрғызшы. Айтып жүріңізші. Не? Мен қайта оралдым ба? Мен осы уақытқа дейін не істеп жүрсің деп ойласам? Осы үшін жүрдің бе? Неге сен бұны қатты алғың келеді? Сен не? Шынымен де осы қолыңнан келеді деп ойлайсың ба? Өтініш, одан да өз жұмысымен айналысшы. Өзгерудің мүмкіндігі шектеулі. Одан да қайта туылған оңайырақ болады. Тыңдаңдар. Біздің күнде сайыста қатысатын болды. Не? Шынымен ба? Сен алар емеспін. Оны тоқтатуымыз керек. Онымен жұмыс істейтінімізді ешкімге айтпаңдар. Бұның барлығы чемоданның әсерінен. Бос үміт. Өзіңе кел, Ангынжу. Тіпті ойлаушы да болма. Сен маған керексің. Тұра тұрыңызшы. Сіз неге олай істейсіз? Сен дәл қазір менімен кетуің керек. Барғым келмейді. Мен жайма қалдырыңыз. Айтып тұрмын ғой. Сен маған керексің.
Уақыт аз. Бізге кету керек. Бұл жерге не болды? Бір нәрсе болып қалды ма? Не болып қалды? Олар осында. Олар кім еді? Қараңғылықтың елшілері. Бізді олардан қорғайтын қабырғамыз бұзыла бастады. Неге? Біз көмектесіп жатқан адамдар бізге күмәнданса, біз күшімізді жоғалтамыз. Демек, бұл жердің өзгеруінде менің күнәм бар ма? Сол үшін де сен маған керексің. Кеттік. Қайсысын таңдасақ екен? Бұндай аяқ киімге менің аяғым тым жаман. Адамдардың күмәні күшейген сайын, қараңғылықтың да күші күшейе түседі. Неге таңдамаған түскен білмеймін. Мен ештеңе істей алмаймын. Сен осында күте тұр. Мен барып қарап келейін. Кетпеңізші. Қорқпа. Мен сені қорғаймын. Онымен бәрі жақсы ма екен? Сен маған керексің. Мен сені қорғаймын. Дұрыс. Мен оған керекпін. Қорғалып отырып күтуге болмайды. Бір нәрсе жасау керек. Бәрі жақсы ма? Мен ойымдадым ғой. Мен уәде бердім ғой келем деп. Саған жай күту керек болатын. Кешіріңіз. Мен жай көргеніме қуаныштымын. Кеттік. Бізге асығу керек. Жабық па? Енді не істейміз? Қалай не істейміз? Жай дуалдан өтіп кету керек. Бұл біздің аймақ емес. Дуалдан өте алмаймыз. Ол сізге қажет болады. Жоғалтып алмаңыз. Мынау көмектесе алады ма? Мен айттым ғой, сен маған керексің.
Енді бәрі бітті ма? Жоқ. Бізге шебердің чемоданын ашу керек. Мынау ма? Мен оның кодын білмеймін. Тек сен ғана оны аша аласың. Не істесем екен? Кілет. Мен ешқашан сізге соған қыз кездестірмеппін. Сіз келбетіңіз үшін шайқасқан жоқсыз, жай ғана берілдіңіз. Сіз өзіңіз ойлағандай емессіз. Ханшайым жасаушылар сөз табу ойыны. Бұл қай жер? Ангонжу? Сіз келесі? Мен келесі? Болыңыз тез. О, жоқ. Бұл түс болсын өтініш. Джо, е? Қызық, сіз қатысу себебіңізді әріп ретінде белгілеп қойыпсыз. Я, Т, Х, Б, П. Бұл не мағына береді? Бұл не өзі? Мен айтып берейін. Нөмір 7-ші қарсылас жауап бермекші. Мен де ханшайым болғым келеді. Өте жақсы. Ангонжу ханым макияжы жоқ бетін өзіне мақтан тұтады. Қане, мынаған қарайық. Өтініш түсірмеңіздерші, түсірмеңіздер. Жоқ, тоқтаңдар, түсірмеңдер. Жоқ, керек емес. Сіз не түс көрдіңіз өзі? Құдайға шүкір, бұл түс екен. Құдайға шүкір. Жиналыңыз, қазір туристер келеді. Жарайды. Шынымен де бұның бәрі түс болды ма? Шынымен де жай ғана түс.
Сіздің ханшайымдар конкурсына қатысам деген сұранысыңыз қабылданды. Бұл нені білдіреді? Бұл хат саған да келді ме? Сен не? Иә, сенің атыңнан сұранысты мен жібердім. Бірақ неге? Сен маған әлі алғыс айтатын боласың. Сенде бұндай мүмкіндік енді қашан болар дейсің? Сен неге менен сұрамай істейсің, а? Бұл қызық қой. Сен ертең сол жерде болуың керек. Қашып кетуші болма. Сіз сұлу болғыңыз келмей ме? Есіңізде болсын. Барлығы сіз ойлағандай болмауы мүмкін. Сіз өзіңізге қараған жоқсыз, жай ғана беріле салдыңыз. Сіз секілді қызды еш жерде кездестірмеппін. Адам қаншалықты қорқыныш сезінген сайын, соншалықты күшейе түседі. Кешірім өтінем. Маған тез-тез макияж жасап жібересіз бе? Әрине, отырыңыз. Рахмет. Аджуси, я, осында. Мен сіздің жұмыс киіміңізді ғана алып келдім. Мына үстіңіздегіден қарағанда жақсырақ. Көп рахмет. Рахмет сізге. Өзіңді бас. Ол, жай ғана ұқсас жігіт болуы мүмкін. Саяхатыңыз қалай өтіп жатыр? Бұл мүмкін емес. Сіз шеберсіз ғой, солай ма? Демек, бұның барлығы түс емес бе? Мен шынымен де кездестірдім бе? Бірақ сіз конкурсқа кешікпеу үшін асығуыңыз керек емес пе? Иә. Тұра тұрыңыз. Күте тұрыңыз.
Әлемде сіздің сұлулығыңызға жететін ештеңке жоқ. Барлық күмәнді тастап, өзіңізге сеніңіз. Ханымдар мен мырзалар, қатысушыларды қошеметпен қарсы алайық. Енді барлық қатысушылар бастауға дайын ба? Иә. Тұра тұрыңыздар. Мен нөмір 7-ші қатысушы Ангонджумын. Суретке түсіруді доғарыңыздар. Қажет емес. Түсірмеңіздер. Бәрі жақсы ма? Дәрігер қажет емес пе? Бәрі жақсы. Жайма қалдыршы. Қане, сен шығарып салайын. Не, ерекше болдым деп ойлайсың ба? Ақмақ болма. Неге мені сонша жаман көресің? Егер сен болмағанда мен ештеңе білмеуші едім. Менің кінәм не? 88-ші Олимпиада. Мені мектепте осылай атаған. Себебі мен 88 килограмм болғанмын. Сені жек көретін себебім, сен мені бұрынғы кезімде есіне түсіресің. Мен сені қорқытсам, кетесің деп ойладым. Ал сен жәбірленуші болдың. Сен бәрін оңай алдың. Ал мен болсам, осы күнге жету үшін дозақтың күнін кештім. Білемін. Енді білемін. Иә, солай айтуға болады. Бірақ білмеймін сенімен не болғанын. Мен айтсам, сен сенбейсің де. Мақтануды доғар. Ангонджу? Бәріне сәлем. Осы алдағы 3 күнге сіздердің басқарушы гидтеріңіз боламын. Есімім Ангонджу. Бұл сіз ғой, е? Қашайым жасаушылар конкурсының бас жүлдегері. Иә, бұл мен.
Сіздің теріңіз өте әдемі. Сіз қалай күтім жасайсыз? Сол күні мойныңыздағы әдемі затты қайдан алдыңыз? Туфлиңіз өте әдемі. Рахмет. Кесте бойынша біз бүгін Duty Free'ді аралауымыз керек. Естеріңізде ме? Ханшайым жасаушыларға арналған конкурстың жапсырғыштарын жинаңыздар. Бұрынғы акция сол күй жалғасуда. Ал қазір барлығы саудаға кірісуіне болады. Дәл осы жерде 1 сағаттан кейін кездесеміз. Бүгін сатып алып үлгермеген заттарыңызды Duty Free дүкенінен сатып алуыңызға болады. Саудадан кейін аздап уақыт қалады. Сол уақытта мына жерге барыңыз. Кім білсін, мүмкін сыйқыр пайда болар. Жақсы сергітеді екен. Мына сөмкенің моделі өте танымал. Өте сүйкімді көрінеді. Бұның дизайны маған ұнады. Директор осында. Сеніңше ол маған қарап тұрған секілді емес па? Ей, есіңді жина, ол саған не деп қарайды? Мен кеште келем. Көп рахмет. Жайыңыздан қимылдамаңыз. Сіз не, ергіп жүрсіз бе? Неге артымнан аңдып жүрсіз? Қимылдамаңыз. Мен сіз ойлағандай жаман емеспін. Сіз жамансыз мені қорқытқаныңыз үшін. Мен 3-ке дейін санағанда сіз ақырындап айналуыңыз керек. 1, 2, 3. Директор. Бірдеңе болып қалды ма? Бәрі жақсы. Мен жай бұрынғы досымды кездестіріп қалдым. Сендер боссыңдар. Досым? Сехун? Бұл сенсің ғой? Көп уақыт өтіп кетті. Сен шынымен де мен білген Сехунсың ба? Мен де баста танымадым. Мен күмәнданып қалдым. Сен 2 күннің ішінде қатты өзгеріп кеткен соң. Не? Біз кездесіп едік? Есіңде жоқ па? Біз экскалатордан кейін соғыстығысып, чемоданды ауыстырып алдық. Мен? Сен? Я. Демек, мен соғысқан адам? Шебермен емес, Сехунмен ба? Мен тағы да кездескім келген. Қайта кездескеніме қуаныштымын. Мен де. Шынымды айтсам, сен маған бұрыннан ұнайсың. Мен ешқашан өз мүмкіндігімді жіберіп алмаймын. Демек, шебердің негізгі ойы осы болған ба? Екеумізді қосқысы келді ма? Көп рахмет, шебер. Біздің чемоданымызды ауыстырып жібергеніңіз үшін.
бізбен бірге тамашалағандарыңызға рахмет. Аударған және дыбыстаған Эмма.